Перзентхананың алдында тұрғанда үсті басы алба-жұлба бір сыған әйел білегімнен шап беріп ұстады. Оның шеңгелі темірдей қатты, жанары түпсіз терең еді. «Жіберіңіз. Не істеп тұрсыз?» деп шошып кеттім. Бірақ ол көзіме тік қарап, суық дауыспен сыбырлады. «Қазір мына есік ашылады. Сонда өзің көруің тиіс сұмдықты көресің. Содан кейін өмірің ешқашан бұрынғыдай болмайды». Сол сәтте қызметтік есік сықырлап ашылды да, ішінен қолында қызғылт көрпешеге оралған нәрестесі бар менің өз күйеуім шығып келді. Бірақ ең сорақысы бұл емес еді. Күйеуімнің артынан күлімсіреп, оның иығына басын қойған менің туған сіңлім Назеркені көргенде, төбеме жай түскендей болды. Туған сіңлім мен күйеуімнің маған дайындап отырған қандай қорқынышты жоспары бар. Және менің тағдырымды қорғап жүрген бұл жұмбақ әйел кім? Бұл сатқындықпен кек, махаббатпен тылсым күштер арпалысқан үлкен оқиға. Соңына дейін тыңдаңыз, өйткені мұндай шындықты ешкім де күтпеген еді. Арнамызға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Қай қаладан сағат нешеде көргендеріңізді жазып кетіңіздер. Алматының сәуір айындағы құбылмалы ауа райы бұл таңды да ерекше етіп бастаған еді. Қаланың қақ ортасындағы ескі перзентхананың алдында Баян жалғыз тұрды. Оның жүрегі алып ұшып, кеудесіне сыймай барады. Бірнеше сағат бұрын ғана анасы хабарласып, сіңлісі Назеркенің босанғанын, дүниеге салмағы 3 келіден асатын палуандай ұл келгенін сүйіншілеген. Баянның қолында жиеніне алған алғашқы сыйлықтары. Жұмсақ қонжықпен аппақ киімдер салынған әдемі пакет. Ол аурухананың темір қақпасына сүйеніп, келушілерге рұқсат берілетін уақытты асыға күтіп тұрған еді. Кенет арқасы мұздап кеткендей болды. Жанашырлық па, әлде біреудің қадалып қараған жанары ма, әйтеуір беймәлім бір күш оны артына бұрылуға мәжбүр етті. Тура алдында бетон тумбаның үстінде бір әйел отыр еді. Үстіндегі түрлі түсті ұзын белдемшесі әбден тозған, басындағы орамалының бояуы оңып кеткен. Құшағында ескі көрпеге оралған нәрестесі бар, кәдімгі қайыр сұрап отырған сыған әйел. Баян оған мән бермей, жанынан өте бермек болды. Көңіл күйі көтеріңкі болғандықтан, қалтасынан бір уыс тиын шығарып, әйелдің алдындағы картон қорапқа тастады. «Рахмет, сұлуым», деді сыған әйел қырылдаған дауыспен. Баян ілтипат білдіріп басын изеді де, қақпаға қарай беттеді. Бірақ келесі сәтте болған жағдай оның зәресін алды. Әлгі әйел орнынан қалай ұшып тұрғаны белгісіз, қас қағым сәтте Баянның алдын орап, білегінен шап беріп ұстады. Оның саусақтары құрғақ, әрі темірдей қатты еді. «Жіберіңіз. Не істеп тұрсыз?» Баян шошып кетіп, қолын жұлып алуға тырысты. Бірақ әйел оны жібермек түгілі шеңгелдей түсті. «Осында тұр», деді сыған әйел дауысын бәсеңдетіп, бірақ нық сөйлеп. «Ешқайда қозғалма. 5 минут. Тек мына жаққа қара». Ол перзентхананың бүйір жағындағы келушілерге арналмаған ескі металл есікті нұсқады. Бұл қызметті кіреберіс еді, айналасында ешкім көрінбейді. «Сіз не айтып тұрсыз? Маған сіңліме бару керек. Қолымды жіберіңіз, әйтпесе күзетшіні шақырамын». Баянның дауысы дірілдеп кетті. Сыған әйел оның көзіне тік қарады. Оның жанары түпсіз терең, тастай қараңғы әрі тылсым еді. Ол жанарда ақшаға деген құмарлық та, қулық та жоқ болатын. Тек шексіз аяныш пен ауыр мұң ғана байқалады. Баян сол жанардан сескеніп үнсіз қалды. 5 минут, деп қайталады әйел. Қазір өзің көруің тиіс нәрсені көресің. Сосын бәрі өзгереді. Баянның жүрегі жамандықты сезгендей, кеудесін ұрғылап, жиілей бастады. Ол еріксіз әлгі темір есікке қадалды. Айналадағы перзентхана алдындағы шу, гүл ұстаған еркектердің күлкісі, көліктердің дыбысы бәрі алыстап кеткендей болды. Тек осы сұр қабырға мен жабық тұрған есік қана қалды. Уақыт тоқтап қалғандай. Сыған әйелдің қолы Баянның білегін әлі де қатты қысып тұр. Ол не күтіп тұр? Сол есіктің артында не болуы мүмкін? Баянның санасында сан түрлі ойлар шарпысты, бірақ ешқайсысы мына жұмбақ әйелдің ісіне логикалық түсінік бере алмады. Кенет, әлгі ауыр металл есіктің тұтқасы бұрылып, ақырын ғана сықыр ете қалды. Сыған әйел Баянның қолын бұрынғыдан да қаттырақ қысты. «Міне, қара», деді ол сыбырлап. Есік ашылды.
Ішінен ұзын бойлы, спорттық күрте киген ер азамат шықты. Оның қолында қызғылт көрпешеге оралған кішкентай нәресте бар еді. Ер адам айналасына сақтана қарап, баланы құшағына басып мейірлене иіскеді. Баянның көзі қарауытып, аяғының астындағы жер теңселіп кеткендей болды. Ол бұл адамды мың адамның ішінен танитын еді. Бұл оның 3 жыл отасқан, жұмыстамын деп үйінде қалған күйеуі Берік болатын. Бірақ сұмдық мұнымен бітпеді. Беріктің артынан есіктен тағы бір адам көрінді. Үстіне аурухананың халатын жамылған, аққұба өңді, толқынды шаштары иығына түскен жас әйел. Ол күлімсіреп Беріктің иығына басын қойды. Бұл Баянның туған сіңлісі, Назерке. Баянның қолындағы пакет жерге гүрс етіп түсті. Ішіндегі жұмсақ қонжық шашылып қалды, бірақ ол оны сезбеді. Ол тек тас мүсіндей қатып, өз көзіне өзі сенбей, алдындағы бақытты отбасына қарап тұрды. Оның әлемі қас-қағым сәтте күл-талқан болып қирап жатты. Ал жанында тұрған сыған әйел Баянның қолын жайлап жіберді де: "Енді дем ал", деді. "Енді бәрін білесің." Баян бұрылып қарағанда әйел бұлыңғыр тұманның ішіне сіңіп бара жатқандай көзден ғайып болды. Алдында тек суық шындықпен өмірін өксіткен сатқындық қана қалған еді. Баянның құлағында тек өлдеген дыбыспен сыған әйелдің "бәрін білесің" деген суық сөзі қалды. Көз алдындағы көрініс Берік пен Назеркенің бір-біріне деген ыстық ілтипаты санасын улап барады. Ол қозғалуға дәрменсіз еді. Жүрегі соғуын тоқтатқандай кеудесінде бостық орнады. Берік Назеркенің маңдайынан сүйіп құшағындағы сәбиді ақырын тербетіп, бірдеңе деп күбірледі. Назерке сыңғырлай күліп, Беріктің күртесінің түймесін түзетті. Бұл, сырттай қараған адамға нағыз бақытты отағасы мен жас ананың бейнесі еді. Олардың айналасында ешқандай өтірікте, ешқандай қорқынышта жоқтай көрінді. Олар бұл сәтті ұзақ күткені байқалады. Баян еріксіз бірнеше сағат бұрынғы таңғы уақытты есіне түсірді. Таңғы сағат 5-тен аса бере телефон шырылдады. Баян көзін ашпай жатып, тумбаның үстіндегі аппаратты сипалап тапты. "Алло, Баянжан." Анасы Зеренің дауысы телефонның арғы жағынан саңқылдап, қуаныштан жарлардай шықты. Назерке босанды. Ол салмағы 300-700, нағыз батыр. Өзі де, бала да аман есен. Баян төсектен қалай атып тұрғанын білмей қалды. Көздері ұйқыдан емес, қуаныштан жарқырап кетті. "Шын ба, мама? Ой, қандай бақыт. Қазір барам." Ол қасында пысылдап ұйықтап жатқан Берікті оятып алмауға тырысып, ақырын аяқ басып ас үйге шықты. Сосын халаттың сыртынан жеңіл күртешесін іле салып, жуынатын бөлмеге беттеді. Айнаға қарап тұрып, өз-өзіне жымиды. 34 жасқа келген Баян үшін Назерке тек сіңлісі емес, өмірінің бір бөлшегі еді. Әке-шешесі оны "Назерке әлі жас қой, сен ақылдысың ғой" деп, Баянды әрқашан жауапкершілікке үйреткен. Ас үйге Берік шықты. Көзін уқалап, есінеп тұрған ол әдеттегідей салқын еді. "Не боп қалды таң атпай?" "Берік, Назерке босанды. Ұлды болдық." Баян күйеуінің мойнына асылды. "Жүр, бірге барайықшы." Берік Баянның қолын жайлап итеріп, шәйнектің түймесін басты. "Жоқ, барымша бармай-ақ қояйын. Бүгін жұмыста маңызды жиналыс бар. Оның үстіне еркектерді бәрібір кіргізбейді ғой. Өзің барып қайт, менен сәлем айт." Сол сәтте Баян бұған еш күдіктенбеген еді. Күйеуінің жұмысқа берілгендігіне, байсалдылығына сенетін. Ол тез киініп, жол жөнекей дүкенге соғып, жиеніне арнап ең жақсы деген киімдер мен ойыншықтарды таңдады. Оның ойында тек бір-ақ нәрсе болды. Назерке байғұс жалғызсырап қалмасын. "Маған оның Максимі тастап кеткені маңызды емес, мен оған көмектесемін, баланы бірге өсіреміз." Назеркенің жүктілігі туралы хабар бәріне соққы болған. 1 жыл бұрын ол Максим деген жігітпен таныстым, үйленеміз деп келген еді. Бірақ Максим 2 айдан соң із-түзсіз жоғалып кеткен. Назерке апталап жылап, Баянның үйінде жатып алғанда, Баян оны жұбатып, күйеуі Берік екеуі оған бар жағдайды жасаған еді. Тіпті Берік: "Баян, сіңліңнің жағдайы қиын ғой, оған көбірек көңіл бөл" деп өзі ақыл айтатын. Енді, міне, сол ізгілік пен қамқорлықтың астарында не жатқанын Баян дәл қазір көріп тұр.
Перзентхананың бүйір жағындағы есіктің алдында Берік Назеркенің құлағына бірдеңе деп сыбырлады. Назерке басын изеп, баласын құшағына қаттырақ басты. Олардың бұл жасырын кездесуі, қызметтік есіктен шығуы, әрі алдын ала ұйымдастырылған қойылым сияқты. Қазір кір, деді Беріктің дауысы Баянға анық естілді. Дыбыс ғимараттардың арасында жаңғырып шықты. Кешке Баянға өзім айтамын. Ол аңғал ғой, сіңлім далада қалды десең, үйге кіргізіп алады. Сосын пәтер мәселесін шешеміз. Назерке мысқылдай күлді. Әрине, ол мейірімді ғой. Пәтерді сатқан соң ол байғұстың қайда баратыны маған бәрібір. Маған бастысы сен және біздің ұлымыз. Баянның жүрегіне біреу өткір пышақ сұғып алғандай болды. Ол қабырғаға сүйеніп, жерге отыра кетті. Өз бауыры, өз қаны. Және өзі өмірлік серігім деп сенген адамы. Олар Баянның көзіне шөп салып қана қоймай, оның баспанасына, тағдырына көз тігіп отыр екен. Кенет Баянның қалтасындағы телефоны дірілдеді. Бұл Берік еді. Хабарлама. Жаным, жұмыстамын. Жиын басталды, кешке кешігемін. Назерке қалай? Сәлем айт. Баян телефонның экранына қарап тұрып, ашы күлкіге булықты. Өтіріктің осыншалықты жиіркенішті болатынын ол бұрын соңды білмепті. Ол басын көтеріп, жаңағы есікке қарады. Олар ішке кіріп кетіпті. Тек суық темір есік қана бәз баяғы қалпында тұр. Баян пакетін жерден көтеріп алды да перзентхананың негізгі қақпасына қарай беттеді. Бірақ ол Назеркеге бару үшін емес, бұл тозақтан қашу үшін асықты. Оның санасында тек бір ғана ой сақталды. Бұл соңғы нүкте емес. Сендер әлі Баянның кім екенін білмейсіңдер. Ол таксиге отырып жатып, арт жағына қарады. Жаңағы сыған әйел отырған орын бос еді. Бірақ жерде кішкентай бір жылтыр нәрсе жатты. Баян көзін сығырайтып қарап, оның әжесінен қалған, бірақ баяғыда жоғалып кеткен күміс жүзікке қатты ұқсайтынын байқап таңырқады. Баян таксидің терезесіне маңдайын тіреп, сырттағы абыр-сабыр қалаға қарап отырды. Көзінен жас аққан жоқ, бірақ ішінде бір дүние өртеніп жатқандай еді. Ол үйіне жеткенше жүрегінің дүрсілін баса алмады. Үйге кіргенде бәрі бұрынғыдай. Ас үйдегі жуылмаған екі кесе, Беріктің шашылып жатқан тәпшігі, төсектің үстіндегі майысқан жастық. Бірақ енді Баян үшін бұл заттардың бәрі жиіркенішті көрінді. Ол осы үйде 3 жыл бойы жат адаммен, жауызбен бірге тұрып келгенін енді ғана түсінгендей. Ол қонақ бөлмедегі журнал үстелінің үстінде жатқан Беріктің планшетін көрді. Берік оны сирек қолданатын, көбіне кешке фильм көруге ғана алатын. Планшетте ешқандай құпия сөз жоқ еді. Берік Баянды аңғал, ештеңе сезбейді деп соншалықты сенімді болған ба. Баян дірілдеген қолымен планшетті қосып, мессенджерді ашты. Ең жоғарғы жақта Назерке. Ол жердегі жазысқан хаттарды көргенде, Баянның тынысы тарылды. Берік, мен Баянның көк көйлегін киіп алдым. Саған ұнай ма? Өткен жылдың маусым айындағы хат. Жаным, Баян ауылға кеткенде мен үйге барамын ба? Ол ертең келеді ғой. Назерке, Баян ештеңе білмейді, ол сенің Максиміңе әлі сеніп жүр. Пәтер мәселесін шешкенше шыда, жарығым. Баян хаттарды төмен қарай айналдыра берді. Назеркенің іші біліне бастағандағы суреттері, олардың Баянның өз үйінде, өз төсегінде құшақтасып түскен селфилері. Әрбір сурет, әрбір сөз Баянның жүрегіне у болып жайылды. Ең соңғы хат кеше түнде жазылған. Ертең босанамын. Қызметтік есікке келесің ғой. Баян ақымақ қой, ол бәрібір жұмыстасың деп ойлайды. Баян планшетті лақтырып жіберді. Ол жерге отыра кетіп бетін басты. Қалай? Туған сіңлісі, еркелетіп өсірген бауыры қалайша осыншалықты жауыздыққа барды? Күйеуі? Ол осы пәтер үшін ғана Баянның қасында жүрген бе? Ол тез арада киімін ауыстырып, сөмкесін алды да ең жақын құрбысы Айнұрға тартты. Айнұр, Баянның мектеп кезден бергі досы, мінезі тік, ақылды әйел. Айнұр Баянның түрін көргенде-ақ бірдеңенің болғанын сезді. Ас үйге отырғызып қою шай алдына қойды. Баян бәрін айтып берді. Перзентхана алдындағы сыған әйелді, ашылған есікті, Беріктің қолындағы баланы және планшеттегі хаттарды. Оңбағандар. Айнұр үстелді қойып қалды.
Баян, мен саған тойларыңда айтқанмын ғой, мына Беріктің көзінде махаббат жоқ, тек есеп бар деп. Сен тыңдамадың, ол байсалды, ол сенімді дедің. Енді не істеймін, Айнұр? Олар мені үйден қуып шықпақшы. Назеркені баласымен кіргізіп, мені далаға қалдырма. Айнұр Баянның қолынан қатты ұстады. Сен ешқайда кетпейсің. Пәтер кімнің атында? Әжем маған мұраға қалдырған. Менің атымда. Ендеше заң бойынша ол Беріктікі емес. Ол жерде Берік тек тіркеуде тұр. Баян, саған қазір жылап отыруға уақыт жоқ. Олар сенің мейірімділігіңді пайдаланды ма? Енді сенің қаталдығыңды көрсін. Кенет Баянның басы айналып, жүрегі айныды. Ол Айнұрдың ас үйіндегі орындыққа сүйене берді. Саған не болды? Түрің боп-боз боп кетті ғой, деді Айнұр шошып. Білмеймін. Таңнан бері ештеңе жемегеннен болар. Басым айналып тұр. Айнұр Баянға ұзақ қарап қалды да, шкафтан бір кішкентай қорапшаны шығарды. Баян, Берікпен жақында. Араларыңда бірдеңе болды ма? Баян ойланып қалды. Осыдан бір ай бұрын Берік ішіп келіп, Баянға жақындаған еді. Баян таңырқаған, өйткені Берік оған айлап жоламайтын. Болды. Бір рет. Мә, мынаны алып әжетханаға бар, Айнұр оған жүктілікті анықтайтын тестті ұсынды. Баян дірілдеген қолымен тестті алды. 5 минуттан соң ол ванна бөлмесінен шыққанда көзінде қорқыныш бар еді. 2 сызық. Деді ол сыбырлап. Айнұр, мен жүктімін. Ол сатқыннан бала күтіп жүрмін. Ас үйде өлі тыныштық орнады. Баянның тағдыры енді тіпті күрделене түсті. Бір жағында сатқын күйеуі мен сіңлісі, екінші жағында әлі дүниеге келмеген, бірақ әкесінің кім екенін білмейтін күнәсіз сәби. Енді қайтемін. Баянның дауысы шықпай қалды. Айнұр Баянды құшақтап алды. Енді сен тіпті күшті болуың керек. Бұл бала Беріктікі емес, бұл сенің балаң. Ал Берік пен Назеркеге келетін болсақ, біз Мұрат ағаға хабарласамыз. Ол қаладағы ең мықты заңгер. Олар сенің үйіңді тартып алмақ па? Біз олардың өмірін тозаққа айналдырамыз. Дәл сол сәтте Баянның телефонына Назеркеден хабарлама келді. Верка, Баян мені бүгін шығаратын болды. Маған баратын жер жоқ, папамдармен ұрсысып қалдым. Сенің үйіне бара тұрсам болады ма? Өтінемін, мені баламен далаға тастамашы. Баян хабарламаны оқып, Айнұрға көрсетті. Міне жоспарлары басталды, деді Айнұр суық дауыспен. Жауап берме. Қазір заңгерге барамыз. Баян Айнұрдың үйінен шығып бара жатқанда көшеде тағы да әлгі сыған әйелді көргендей болды. Ол қымбат қара көліктің жанында тұр еді, үстіндегі киімі мүлдем басқа, сәнді қара пальто. Ол Баянға қарап басын изеді де көлікке отырып кетті. Бұл кім өзі? Неге ол менің соңымнан қалмайды? Деген сұрақ Баянның көкейінде тұрып алды. Баян мен Айнұр қаланың орталығындағы зәулім бизнес орталыққа келді. Мұрат аға кезінде Баянның әкесімен бірге қызмет істеген, қазірде азулы заңгерлердің бірі. Бұның жұмыс бөлмесі кітаптар мен қағаздарға толы, ауасында салмақтылық пен заңның қатал иісі сезілетін. Мұрат аға Баянды көріп, орнынан тұрып қарсы алды. Кел, Баян жан төрледі. Түрің тым сынық қой, не болды? Деді ол көзілдірігін түзеп. Баян ешбір боямасыз, болған жағдайдың бәрін перзентхана алдындағы сұмдықтан бастап, ланшеттегі хаттар мен өзінің жүктілігіне дейін түгел айтып берді. Сөйлеп отырып, оның дауысы бірнеше рет үзілді, бірақ ол өзін ұстауға тырысты. Мұрат аға құжаттарды мұқият қарап шықты. Пәтердің әжесінен мұраға қалғаны туралы куәлікті көргенде, ол басын изеді. Тыңда мені, Баян. Заң жүзінде бұл пәтерге Беріктің ешқандай қатысы жоқ. Некеге дейін мұраға алынған мүлік ортақ меншік болып саналмайды. Ол тек ол жерде уақытша тіркеуде тұр. Бірақ заңгер сұқ саусағын көтерді. Егер ол Назеркені баласымен үйге кіргізіп, баланы сол жерге тіркеп үлгерсе, оларды шығару өте қиын болады. Заң кәмелетке толмаған баланың құқығы деп оларды шығармай қоюы мүмкін. Баянның денесі мұздап кетті. Олардың жоспары осы екен ғой. Онда не істеуің керек? Деді ол.
Біріншіден, деді Мұрат аға, бүгін-ақ ажырасуға арыз береміз. Екіншіден, үйіңнің құлпын дереу ауыстыр. Берікті үйге кіргізбе. Оның заттарын чемоданға сал да есіктің алдына қой. Ол сенің мүлкіңе ешқандай талап қоя алмайды. Ал жүктілігіңе келсек, босанғаннан кейін одан алимент талап ете аласың. Ол үшін дін сараптамасы керек болады. Бірақ қазір бастысы үйді қорғау. Баян заңгердің кеңсесінен шыққанда бойында біртүрлі жеңілдікпен сонымен бірге үлкен қорқыныш бар еді. Ол бизнес орталықтың фойесінде тұрып, Айнұрды күтті. Айнұр телефонмен сөйлесуге қалған болатын. Кенет Баянның көзі тағы да таныс бейнеге түсті. Фойедегі жұмсақ диванда бір әйел отыр. Үстінде қымбат қара пальто, қолында былғары сөмке, шашы сәнді етіп жиналған. Бұл әлгі сыған әйел. Бірақ оның қазіргі түрі нағыз іскер ханымнан айнымайды. Баян шыдай алмай оған қарай беттеді. Кешіріңіз, деді Баян даусы дірілдеп. Сіз кімсіз? Неге мен қайда барсам, сіз сонда жүрсіз? Таңертең перзентханада қайыршы болып отыр едіңіз, енді мұндасыз. Сіз маған неге көмектестіңіз? Әйел басын көтеріп, Баянға қарады. Оның жанары бұрынғысынша терең әрі тылсым еді. Ол асықпай орнынан тұрды. Мен Мәриям әжеңнің жақсы көретін құрбысының немересімін десем, сен есің бе, Верочка? Деді ол. Баянды Верочка деп тек әжесі ғана атайтын. Баян есеңгіреп қалды. Сіз менің атымды қайдан білесіңіз? Әжем қайтыс болғалы 5 жыл болды ғой. Әйел Баянның иығына қолын қойды. Оның жанасуынан бойына бір жылылық жүгіргендей болды. Кейбір адамдар өмірден өтсе де, артындағыларын қорғап жүреді. Сенің ішіңде 2 жүрек соғып тұр, Баян. Бірі өзіңдікі, бірі таза, пәк сәбидікі. Соны сақта. Күнәсіз баланы әкесінің қателігі үшін жазалама. Ол сенің алдағы бақытың. Ал Берік пен Назерке. Олар өздері қазған орға өздері түседі. Тек батыл бол. Сіздің есіміңіз кім? Баянның тамағына өксік тығылды. Мариям, деді әйел жұмбақ күлімсіреп. Есіміміз ұқсас болғандықтан әжең екеуміз қатты дос болғанбыз. Ол бұрылып ғимараттан шығып кетті. Баян оның соңынан жүгіріп шыққанда сыртта ешкім жоқ еді. Тек жаңбыр сіркіреп жауа бастапты. Айнұр жүгіріп келді. Баян, не болды? Неге далаға шығып кеттің? Айнұр, мен оны тағы көрдім. Ол менің атымды біледі. Ол менің жүкті екенімді біледі. Және ол мені Верочка деді. Айнұр Баянға таңырқай қарады. Қойшы, Баян, сенің басың айналып елестеп жүрген болар. Жүр, үйге барайық. Құлып ауыстыратын шеберді шақырып қойдым. Бүгін үлкен шайқас болады. Үйге келгенде Баян Беріктің барлық заттарын жинай бастады. Ол жұмыс істеп отырып, Назеркеден келген тағы бір хабарламаны көрді. Апке, мен таксиге отырдым. Жанымызда Берік бар, ол бізді алып кетуге келіпті. Қазір үйге барамыз. Жақсылап сөйлесейікші, жаным. Баян хабарламаны оқып, құлып ауыстырып жатқан шеберге қарады. Тездетіңізші, аға. Олар келе жатыр, деді ол, қолына Беріктің суреттерін алып, оларды қақ ортасынан қақ айырып жатып. Дәл сол сәтте подъезд алдына көлік тоқтаған дыбыс естілді. Подъезд алдына көліктің кілт тоқтаған дыбысы Баянның жүрегіне мұздай қадалды. Терезеден қарағанда ол Беріктің күміс түсті көлігін көрді. Көліктен Берік түсіп, артқы есікті ашты да, қолында сәбиі бар Назеркені демеп, асқан қамқорлықпен сыртқа шығарып алды. Олардың түрінде ешқандай кінә сезімі жоқ, керісінше, өз үйіне келе жатқандай нық басып, кіреберіске беттеді. Тездетіңізші, аға. Баянның дауысы дірілдеп кетті. Құлып ауыстырушы шебер соңғы бұранданы бекітіп жатып. Болды, қарындасым. Мынау жаңа кілттер. Ескі кілтпен ешкім аша алмайды, деді де, құрал саймандарын жинай бастады. Баян шебердің ақысын төлеп, оны шығарып салған сәтте, лифт есігі ашылып, Берік пен Назеркенің дауысы естілді. Баян тез арада ішкі есікті жауып, сырманы салып үлгерді. Сыртынан Беріктің кілтті құлыпқа сұққаны естілді. Сырт. Кілт айналмады. Не болып қалды?
Назеркенің даусы шықты. Баян үйде емес пе? Кілт бұра алмай тұр. Құлып бұзылған ба, немене? Берік есікті жұлқи бастады. Баян. Баян, есікті аш. Біз келдік. Баян есіктің арғы жағында тұрып терең дем алды. Оның бойын қорқыныш емес, бұрын соңды болмаған қатал бір сезім биледі. Берік, босқа әуре болма. Мен құлыпты ауыстырып тастадым, деді Баян нық дауыспен. Сыртта өлі тыныштық орнады. Бірнеше секундтан соң Беріктің ашулы даусы жаңғырды. Не деп тұрсың? Қандай құлып? Есікті аш деймін. Назерке мен бала тоңып тұр, оларға демалу керек. Оларға қайда демалу керектігін өзің шеш. Баян есіктің кішкене көшесінен, глазок, сыртқа қарады. Сенің барлық заттарың чемоданда, лифттің қасында тұр. Ал Назерке, екеуіңнің планшеттегі махаббаттарыңды мен баяғыда оқып қойғанмын. Планшетті де заттарыңның арасына салдым, қайта-қайта оқып, бақытты бола беріңдер. Берік есікті бар пәрменімен тепті. Баян, ақымақ болма. Бұл үйдің жартысы менікі. Мен мұнда тіркеудемін. Қазір полиция шақырамын? Шақыр. Баян айғайлап жіберді. Мұрат аға қазір жолда келе жатыр. Пәтер маған мұраға қалған, сенің мұнда ешқандай үлесің жоқ. Ал сатқындығың үшін сені сот арқылы тіркеуден де шығарамын. Сенің Назеркемен көңіл қосқаныңды, мына баланың сенікі екенін бүкіл әлемге жария етемін. Назерке бұл кезде еңіреп жылай бастады. Тәте. Баян, тәте, кешірші. Менің барар жерім жоқ. Баламен далада қаламын ба? Өтінемін, есікті ашшы. Сен менің туған сіңлім бола тұрып, менің төсегіме жатқанда, менің пәтерімді тартып алуды жоспарлағанда мені аядың ба, Назерке? Баянның көзінен жас ыршып кетті, бірақ бұл әлсіздіктің емес, ызаның жасы еді. Сенің балаң үшін мен емес, оның әкесі Берік жауап берсін. Бар, жалдамалы пәтерге бар, мейлі вокзалға бар, бірақ менің табалдырығымды аттаушы болма. Берік сыртта былапыт сөздер айтып, есікті бұлқығанымен ештеңе істей алмады. Осы кезде подъезге Айнұр мен заңгер Мұрат аға кіріп келді. Не айғай-шу мұнда? Мұрат ағаның салмақты даусы Беріктің аптығын басып тастады. Берік, сенің бұл әрекетің басқаның мүлкіне заңсыз басып кіру әрекеті болып саналады. Қазір тыныш қана заттарыңды алып кетесің бе, әлде полиция бөлімшесіне барасың ба? Берік Мұрат ағаны көргенде сәл сасып қалды. Ол Мұраттың кім екенін, оның қандай істерді ұтып жүргенін жақсы білетін. Бұл әлі біткен жоқ, деді Берік тісінің арасынан. Баян, сен бәрібір маған келесің. Пәтерсіз қалдырмайтыныңды білемін. Ол чемодандарды жұлқи тартып алып, жылап тұрған Назеркенің қолынан сүйреп, лифтке беттеді. Лифт есігі жабылғанша Назеркенің: енді қайда барамыз? Ақшаң жоқ қой, деген даусы естіліп тұрды. Баян есікке сүйеніп жерге отыра кетті. Оның бүкіл денесі дірілдеп жатты. Болды, жаным, бәрі бітті. Айнұр есіктің арғы жағынан дауыстады. Аш есікті, біз келдік. Баян есікті ашып, құрбысын құшақтай алды. Сол сәтте оның ішінде бір кішкентай бүлкіл пайда болғандай сезілді. Ол қолын ішіне қойды. Қорықпа, кішкентайым. Мен сені ешкімге бермеймін. Біз бәрін басынан бастаймыз, деп сыбырлады ол іштей. Бірақ ол Беріктің қаншалықты кекшіл екенін және Назеркенің бұл үйді оңайлықпен беріп қоймайтынын әлі толық сезбеген еді. Есік алдындағы ұрыс бұл үлкен соғыстың басы ғана болатын. Сол түні Баян көз ілмеді. Үй іші тым тыныш, бірақ бұл тыныштық жанға жайлылық емес, керісінше үрей ұялататындай еді. Айнұр оны жалғыз қалдырғысы келмей, қонақ бөлмедегі диванға жатқан. Сағат тілі түнгі 3-ке таяғанда Баянның телефоны қайта-қайта шылдырлай бастады. Бұл анасы Зере еді. Баян терең дем алып, тұтқаны көтерді. Баян, сен не істеп жатырсың? Анасының дауысы жыламсырап, әрі ашулы шықты. Назерке менің үйіме баламен түн ортасында жылап келді. Үстеріндегі киімдері жұлым-жұлым, бала тоңып қалған. Берік екеуін көшеге қуып шыққаның не сонда? Ол сенің жалғыз сіңлің ғой. Баянның жүрегі қатты соғып кетті. Анасы әлі ештеңе білмейтін сияқты. Мама, ол сізге не айтты?
деді Баян даусын сабырлы ұстауға тырысып. Не айтушы еді? Тәтем бізді сыймады, Берік екеумізді үйден қуып шықты дейді. Баян, ол әлі қырқынан шықпаған жасана ғой. Қандай жағдай болса да, туған бауырыңды баламен далаға тастау мұсылманшылыққа жатама. Ол пәтер саған әжеңнен қалғанмен, қара шаңырақ қой, бәрімізге ортақ емес пе еді? Баянның іші ашып кетті. Назерке бұл жолы да анасының мейірімін өз пайдасына жаратып, шындықты бұрмалап үлгеріпті. Мама, тыңдаңызшы. Баянның тамағына өксік тығылды. Назеркенің қолындағы бала Беріктің баласы. Олар менің артымнан 1 жыл бойы көңіл қосып келген. Мені алдап, үйінді сатып, ақшасын Беріктің қарыздарына төлемек болған. Осыны білесіз бе? Телефонның арғы жағында өлі тыныштық орнады. Сосын Зеренің даусы дірілдеп шықты. Не деп тұрсың? Олай болуы мүмкін емес. Назерке ондайға бармайды. Берік екеуі жай ғана дос сияқты еді ғой. Дос? Баян ашып күлді. Мама, мен өз көзіммен көрдім. Планшеттегі хаттарын оқыдым. Олар менің өлгенімді күтіп жүргендей болды. Ал сіз маған мұсылманшылық туралы айтасыз ба? Назерке менің өмірімді қиратты. Қызым. Анасының даусы енді мүлдем бәсеңдеп қалды. Мейлі, солай-ақ болсын. Олар күнә жасаған екен. Бірақ баланың не жазығы бар? Назеркенің сүті қашып кетіпті, бала шырылдап жылап жатыр. Менің зейнетақым ештеңеге жетпейді, үйім тар. Егер сен оны кешірмесең, менің де күнім қараң. Баян, үлкендік жаса, үйіңнің бір бөлмесін бере салшы. Олар түзелер. Баян телефонды құлағынан ақырын түсірді. Оның өз анасы, өзін 9 ай көтеріп, мәпелеп өсірген адамы, дәл қазір опасы сіңлісінің жағына шығып тұр. Анасы үшін Назеркенің жасана болғаны Баянның тартқан азабынан жоғары болып шықты. Жоқ, мама, деді Баян нық дауыспен. Егер сіз оны таңдасаңыз, онда мені де жоғалттыңыз деп есептеңіз. Менің де құрсағымда сәби бар. Ол да Беріктің баласы. Бірақ мен оны жалғыз өсіремін. Ал сіз өз қалауыңызды жасаңыз. Баян телефонды өшіріп тастады да басын жастыққа қойып, еңіреп жылап жіберді. Оның жанында отырған Айнұр оны бауырына басты. Жыла, Баян, жылап ал. Ішіңдегі шер тарқасын. Бірақ біліп қой, бұл соғыс. Сенің анаңды да, сіңліңді де Берік айдап салып отыр. Ол сенің мейіріміңді пайдаланып, үйге қайта кіріп алғысы келеді. Дәл сол сәтте Баянның терезесінің астында бір көліктің дабылы ойнап қоя берді. Баян терезеге жақындап төменге қарады. Күміс түсті көлік. Берік. Ол көлігінің жанында тұрып, жоғарыға Баянның терезесіне қарап тұр екен. Қолында жанған темекісі бар. Оның жүзінде қорқыныш емес, сұмдық бір кек пен айланың табы білінді. Берік саусағымен Баянға көресіңді көрсетемін дегендей ишарат жасап, көлігіне отырды да жүріп кетті. Баян түсінді. Бұл адам оңайлықпен берілмейді. Ол Баянның ең әлсіз жерін, анасын тауып алды. Енді ол Баянды жалғыздықпен және жақындарының жек көруімен жазаламақшы. Таң ата Баянның есігін біреу ақырын қақты. Айнұр секіріп тұрып, есікке қарай жүгірді. Кім бұл? Есіктің арғы жағынан ешқандай дыбыс шықпады. Тек еденге бір қағаздың сырғып кіргені көрінді. Баян қағазды алып ашты. Онда сиямен асығыс жазылған бір ақ сөйлем бар екен. Орталық саябақтағы ескі қайыңның астына кел. Саған көмек керек. Бұл кім? Айнұр таңырқап қағазға қарады. Бұл Мариям. Баянның жүрегі бір нәрсені сезгендей болды. Әлгі жұмбақ әйел. Мен баруым керек, Айнұр. Ол бірдеңені біледі. Баянның жүрегі әлдебір белгісіз күштің жетегінде соғып тұрғандай. Айнұр оны жібергісі келмей, бұл Беріктің құрған тұзағы болуы мүмкін деп қанша ескерткенімен Баян алған бетінен қайтпады. Ол сол жұмбақ әйелдің жанарындағы тереңдікті көргеннен кейін, оның жамандық тілемейтініне іштей сенімді еді. Орталық саябақ таңғы уақытта адам аяғы сирек, тыныш болатын. Көктемнің салқын ауасы бетті қарып, жас жапырақтардың иісі мұрынды жарады.
Баян хат нұсқаған ескі қайыңның жанына келгенде, оны тағы да таңғажайып көрініс күтіп тұрды. Бұл жолы Мариям сығанда іскер ханымда емес еді. Ол үстіне ұзын ақ көйлек киген, қолында кішкентай суару құтысы бар, гүлдердің арасында жүрген бағбан бейнесінде болды. Оның жүзіндегі байсалдылық айналаға нұр шашып тұрғандай. «Келдің бе, Верочка?» деді ол басын көтерместен. «Дәл уақытында келдің. Мына раушан гүлдерін қарашы, сырты әдемі болғанымен тамырын құрт жеп жатыр. Егер қазір тазаламаса, ол ертең-ақ солып қалады». Баян оның қасына жақындап тоқтады. «Сіз кімсіз өзі? Неге мені Верочка дейсіз? Және менің басыма түскен қиындықты қайдан білесіз?» Мариям ақырын күліп, түзу бойын тіктеп Баянға бұрылды. «Мен жай ғана сезушімін. Ал сенің әжең Мариям. Ол өте білімді әрі көреген әйел еді. Ол бұл үйді саған қалдырғанда, тек қабырғаларын емес, оның ішіндегі берекені де аманаттады. Берік пен Назеркенің жасаған істері сол берекеге түскен құрттар. Егер оларды тамырмен жұлып тастамасаң, олар сенің де, ішіңдегі сәбидің де өмірін сора береді». Баян терең күрсінді. «Мен оларды қуып шықтым. Бірақ анам мені түсінбеді. Ол Назеркенің жағына шығып кетті. Олар мені жалғыз қалдырды». Мариям Баянның қолынан ұстады. Оның алақаны жып-жылы еді. «Сен жалғыз емессің. Сенің қазіргі ең үлкен қаупің Беріктің кегінде емес, сенің өз жаныңдағы аяныш сезімінде. Берік қазір Назеркенің атын пайдаланып, сенің үстіңнен арыз жазбақшы. Ол әйелім психикалық тұрғыдан тұрақсыз, маған және балама қауіп төндіріп тұр деп, сені есептен шығаруға және пәтерді бақылауына алуға тырысады. Оның қолында Назеркенің жасана ретіндегі әлсіздігі бар». Баянның көзі бақырайып кетті. «Ол осыншалықты төмендікке бара ма?» «Ол бәріне барады», деді Мариямның дауысы кенет қаталданып. «Сондықтан сен бірінші болып қимылдауың керек. Сенің қолыңда үлкен көзір бар. Планшеттегі хаттар мен суреттер ол аздық етеді. Саған олардың пәтерді сату туралы келісімдерін дәлелдейтін аудиожазба немесе құжат керек. Беріктің қарыздары туралы ақпарат жина. Оның кімге, қанша берешек екенін білсең, оның шын бет бейнесі ашылады. Мен оны қайдан табамын?» деді Баян шарасыздықпен. Мариям қалтасынан кішкентай, ескірген күміс кілтті шығарып, Баянның алақанына салды. «Бұл әжеңнің ескі сандығының кілті. Ол сандық сенің үйіңнің жертөлесінде, ең шеткі бұрышта тұр. Әжең ол жерге тек естеліктерді емес, Беріктің отбасына, оның өткеніне қатысты кейбір шындықтарды да жасырып кеткен. Беріктің әкесі мен сенің әжеңнің арасында үлкен бір құпия болған. Соны ашсаң, Берік сенің алдыңда тізерлеп кешірім сұрайтын болады». Баян кілтке таңырқап қарап қалды. Ол үйінің жертөлесіне неше жылдан бері түспеген еді. «Сіз маған неге көмектесіп жүрсіз?» Мариям Баянның маңдайынан ақырын сипады. «Өйткені, Верочка, жақсылықтың тамыры үзілмеуі тиіс. Бар, уақытың тығыз. Берік қазір заңгерлермен кеңесіп отыр. Ертең кеш болуы мүмкін». Мариям бұрылып, гүлдердің арасына кіріп кетті. Баян оның соңынан қарамастан саябақтан жүгіріп шықты. Оның санасында тек бір-ақ ой. Жертөле. Ескі сандық. Құпия. Үйге келгенде Айнұр оны мазасызданып күтіп тұр екен. «Баян, қайда болдың?» Беріктің анасы Клара тәте келіп кетті. «Есікті тепкілеп, баламды қайтар, үйді босат», деп айғайлап көршілерді түгел жинап алды. «Қазір бәрі сені жауыз әйел деп ойлап отыр». Баян үндеместен Айнұрдың қолынан тартып, жертөленің кілтін алды. «Айнұр, қазір көршілердің сөзі маңызды емес. Біз жертөлеге түсуіміз керек. Әжем бізге соңғы аманатты қалдырып кетіпті». Екеуі қараңғы, шаң басқан жертөлеге түскенде, ауада өткен күннің иісі сезілді. Ең түкпірде, ескі шкафтардың артында ауыр темірмен қапталған ағаш сандық тұр екен. Баян дірілдеген қолымен күміс кілтті құлыпқа салды. Кілт бұралғандағы дыбыс бүкіл жертөлені жаңғыртып жіберді. Сандықтың қақпағын ашқанда ішінен ескі суреттер, сарғайған хаттар және бір қара былғары папка шықты. Баян папканы ашып, ішіндегі құжаттарды оқи бастағанда, оның демі тоқтап қалды.
Бұл мүмкін емес, деді ол сыбырлап. Берік мұны білсе, есінен адасатын шығар. Не жазылған ол жерде? Айнұр папкаға үңілді. Баян басын көтеріп, құрбысына қарады. Оның көзінде енді қорқыныш емес, жеңімпаздың оты жанып тұр еді. Айнұр, Берік бұл үйге мүлдем жат адам емес екен. Бірақ ол ойлағандай мұрагер емес. Оның әкесі. Ол менің әжеме үлкен қарыз болып өткен екен. Тіпті олардың отбасының бүкіл дүниесі осы құжат бойынша менің әжеме тиесілі. Дәл сол сәтте жертөленің есігі қатты ашылып, Беріктің суық дауысы естілді. Солай ма? Ендеше сол құжаттарды маған бере салсаң қайтеді, Баян. Берік баспалдақта тұр екен. Оның қолында бұрағыш бар, көздерінен ашу мен ыза ұшқыны шашырап тұрды. Ол оларды аңдып келген екен. Жертөленің іші тар әрі қараңғы еді. Төбедегі жалғыз шамның әлсіз сәулесі Беріктің жүзіндегі суық мысқылды одан сайын қорқынышты етіп көрсетті. Оның қолындағы темір бұрағыш жарыққа шағылысып, Баянның жүрегіне үрей ұялатты. Берік, сен мұнда қалай кірдің? Баян папканы кеудесіне қаттырақ басты. Жертөленің кілті менде болатын. Сен мені тым ақымақ көресің, Баян. Берік баспалдақпен төменге бір адым басты. Бұл үйдің әр бұрышын, әр тесігін сенен артық білемін. Пәтердің құлпын ауыстырсаң, мені бір жолата жеңдім деп ойладың ба? Қазір маған ана папканы бер. Екеуміз де ақылды адамдармыз ғой, жақсылықпен келісейік. Айнұр Баянның алдына шығып, оны қорғаштады. Жақындама, Берік. Қазір айғайлаймын, бүкіл көршілер жиналады, деді ол дауысын нық шығаруға тырысып. Берік қатқыл күлді. Айғайла. Бұл жертөленің қабырғалары қалың, ешкім естімей. Ал естісе де, күйеуі әйелімен отбасылық мәселесін шешіп жатыр деп ешкім араласпайды. Баян, бер деймін папканы. Ол жерде не барын білемін. Әкең мен әжең менің отбасымды қалай тақырға отырғызғаны жазылған ба? Менің әкем сенің әжеңе бәрін, дүкенін, көліктерін, тіпті ар-намысын беріп кеткен. Ол мұра маған тиесілі. Жоқ, Берік. Баянның дауысы енді дірілдемей шықты. Сенің әкең ешкімге ештеңе сыйлаған жоқ. Ол менің әжеме үлкен көлемде ақша қарыз болған, бірақ оны қайтармау үшін алаяқтық жасаған. Әжем оны аяп түрмеге жаппаған екен. Мына құжаттар соның дәлелі. Сенің бүкіл бизнесің мен қазіргі жүрген көлігің де әжемнің ақшасына алынған. Берік ашудан булығып, тұра ұмтылды. Ол Баянның қолынан папканы жұлып алмақ болғанда, Айнұр оны итеріп жіберді. Қаш, Баян. Тез, деп айғайлады ол. Баян ескі шкафтардың арасымен жертөленің екінші шыға берісіне қарай қашты. Бұл жолды ол бала кезінде тығылыспақ ойнағанда жақсы жаттап алған еді. Берік Айнұрды итеріп тастап, Баянның соңынан түсті. Қашып құтыла алмайсың. Беріктің ауыр аяқ дыбысы жертөле үшін жаңғыртты. Баян ескі темір есікке жетіп, оны бар пәрменімен итерді. Есік тот басқандықтан әзер ашылды. Ол сыртқа, аулаға атып шықты. Күн батып, айнала қараңғылана бастаған екен. Ол тоқтамастан басты көшеге қарай жүгірді. Қолындағы папка оның өмірін сақтап қалатын жалғыз қару екенін жақсы түсінді. Ол басты көшеге шыққанда бір қара көліктің белгі бергенін естіді. Көліктің есігі ашылып, ішінен таныс дауыс шықты. Міне бер, Верочка. Тез. Бұл тағы да Мариям еді. Ол бұл жолы байкерлердің киімін киген, өте заманауи көрінеді. Баян ойланбастан көлікке отырды. Соңынан жүгіріп шыққан Берік көліктің артынан жетіп үлгере алмады. Ол тек көліктің нөмірін жаттап қалуға тырысып, жол жиегінде қала берді. Сіз қайдан пайда болдыңыз? Баян алқынып демін баса алмай сұрады. Мариям көлікті жоғары жылдамдықпен жүргізіп келе жатып, Баянға көз қиығымен қарады. Мен саған айттым ғой, бұл соғыс. Ал соғыста одақтастарсыз жеңіске жету мүмкін емес. Мына папканы берші маған. Баян папканы оған ұсынды. Мариям бір қолымен рульді ұстап, екінші қолымен папканы ашып, ішіндегі бір кішкентай қағазды суырып алды. Міне, бізге керегі осы, деді ол жеңіспен.
Бұл Беріктің әкесінің қолхаты ғана емес, бұл жерде Беріктің өз атына жазылған, бірақ ол әлі білмейтін үлкен бір мұраның құпиясы бар. Қандай мұра? Мариям көлікті шетке тоқтатты. Ол Баянға қарап, салмақты дауыспен: Берік сенің пәтеріңді тартып алғысы келіп жүрме. Бірақ ол өзінің шын мәнінде кім екенін білмейді. Мына құжаттарға қарағанда Беріктің әкесі сенің әжеңе қарыз болып қана қоймай, ол қарызды өтеу үшін сенің отбасыңа бір жер телімін кепілге берген екен. Қазір ол жерде үлкен сауда орталығы салынған. Яғни, сол орталықтың табысының бір бөлігі заң бойынша саған тиесілі. Баян есеңгіреп қалды. Ол байлықты немесе ақшаны ойламаған еді, оған тек тыныштық керек болды. Маған ол ақшаның керегі жоқ. Мен тек Беріктің мені жайына қалдырғанын қалаймын. Жоқ, Баян, Мариям оның иығынан ұстады. Ол ақша сенің балаң үшін керек. Ал Берікті тоқтатудың жалғыз жолы оны мүлдем ақшасыз және биліксіз қалдыру. Ол сені аңғал деп ойлайды ма? Ендеше оған аңғалдың қаһары қандай болатынын көрсетейік. Мариям телефонды алып, біреуге қоңырау шалды. Дайын бол. Біз келе жатырмыз. Операция сатқындық басталды. Көлік түнгі қаланың шамдарының арасына сіңіп кетті. Ал Баянның телефонына Назеркеден хабарлама келді. Тәте, анам ауырып қалды. Жедел жәрдем шақырдық. Оған сенің айтқан сөздерің қатты батты. Егер оған бірдеңе болса, сені ешқашан кешірмеймін. Баян телефонды қысып ұстап көзін жұмды. Ол Назеркенің бұл тағы бір айласы екенін сезсе де, анасы үшін жүрегі ауырды. Ол қайда баруы керек? Марияммен бірге кек алуға ма, әлде ауруханаға ма? Көлік іші ауыр тыныштыққа толды. Назеркенің хабарламасы Баянның жаралы жүрегіне тұз сепкендей болды. Анасы. Ол қанша жерде Назеркенің жағына шығып, Баянды кінәласа да, ол оны жарық дүниеге әкелген анасы. Егер оған бірдеңе болса, Баян өзін өмір бойы кешіре алмайтынын түсінді. Мариям, тоқтаңызшы. Баянның дауысы дірілдеп шықты. Маған ауруханаға бару керек. Анам. Ол қатты ауырып қалыпты. Мариям рульді нық ұстап, алдына қарап отыра берді. Оның жүзінде ешқандай сезім белгісі байқалмады. Бұл тұзақ, Баян, деді ол суық дауыспен. Берік сенің әлсіз жеріңді тапты. Ол сені ауруханаға алдырып, сол жерде папканы тартып алуды немесе сені психикалық тұрғыдан кінәлі етіп көрсетуді жоспарлап отыр. Мейлі. Баян айғайлап жіберді. Мейлі, бәрін алсын. Бірақ мен анамның өліміне себепкер бола алмаймын. Өтінемін, мені түсініңізші. Мариям көлікті шетке кілт тоқтатты. Ол Баянға бұрылып тесіле қарады. Оның жанарынан әлгіндегі қаталдық жоғалып, орнына терең бір даналық келгендей болды. Жақсы, Верочка. Сенің жүрегің әлі таза екен. Бұл сенің күшің, әрі әлсіздігің. Мен сені ауруханаға апарамын. Бірақ мына папка менде қалады. Сенің қауіпсіздігің үшін. Баян басын изеді. Қазір оған құжаттардан гөрі анасының амандығы маңыздырақ еді. Олар қалалық жедел жәрдем ауруханасына жеткенде, қабылдау бөлімінде Берік пен Назерке жүр екен. Назерке қолындағы баласын құшақтап еңіреп жылап отыр. Берік болса біреумен телефон арқылы ашулы сөйлесуде. Баянды көргенде Назерке орнынан атып тұрды. Сенің кесірің. Бәрі сенің кесірің. Назерке Баянға қарай ұмтылды. Анама сені жоғалттым деп айтқаның не сонда? Оның қан қысымы көтеріліп талып қалды. Егер оған бірдеңе болса, мен сені сотқа беремін. Баян сіңлісінің айғайына мән берместен, кезекші дәрігерге қарай беттеді. Дәрігер, Зере Сұлтанованың жағдайы қалай? Мен оның үлкен қызымын. Дәрігер Баянға мұқият қарап. Қазір жағдайы тұрақты. Бірақ қатты жүйке шаршауы мен стресс байқалады. Біз оған тыныштандыратын дәрілер ектік, қазір ұйықтап жатыр. Мазалауға болмайды, деді. Баян терең тыныс алды. Аман екен. Осы ойдың өзі оған күш бергендей болды. Ол дәліздегі орындыққа отыра кетті. Осы кезде Берік оның қасына келіп, еңкейіп сыбырлады. Құжаттар қайда? Жертөледегі папканы кімге бердің? Әлгі қара көлік кімдікі?
Баян басын көтеріп, Беріктің көзіне тік қарады. Берік, сенің соңыңа дейін баратыныңды білгенмін. Бірақ туған анамды өз ойыныңа пайдаланғаның нағыз хайуандық. Құжаттар сенімді қолда. Және олар ертең сотқа барады. Берік мысқылдай күліп, Баянның құлағына тақала түсті. Сотқа ма? Сеніңше сот кімге сенеді? Жүкті, жалғыз қалған, туған анасын ауруханаға жеткізген күйзелістегі әйелге ме, әлде қолында жас нәрестесі бар, отбасын сақтап қалғысы келетін маған ба? Мен қазірдің өзінде сенің психикалық жағдайың туралы анықтама дайындатып жатырмын, Баян. Сен бұл үйден де, балаңнан да айырыласың. Баянның денесі мұздап кетті. Ол Беріктің осыншалықты сұмдық жоспар құрып қойғанын ойламапты. Сондай-ақ деді Берік дауысын нығайтып, Назерке екеуміз қазірден бастап сенің үйіңе көшіп барамыз. Анаңды да сонда апарамыз. Егер қарсы болсаң, мен полиция шақырып, сенің бізге қалай шабуыл жасағаныңды айтамын. Айнұр, екеуің мені жертөледе ұрып соқпақ болдыңдар емес пе? Көршілер сенің айғайыңды естіді. Дәл сол сәтте Баянның телефонына хабарлама келді. Бірақ бұл Назеркеден емес, белгісіз нөмірден еді. Хабарламада бір видео файл болды. Баян оны ашып қалғанда көзіне жас келді. Видеода Беріктің жертөледе Баян мен Айнұрды бұрағышпен қорқытып, папканы бер, бұл үй менікі, мен сені құртамын деп айғайлап жатқан сәттері анық түсірілген. Бұл видеоны Айнұр жасырын түсіріп үлгерген екен. Баян телефонды Беріктің алдына тақады. Мынаны қарашы, Берік. Психикалық тұрақсыз әйел ме, әлде бұзақы алаяқ па? Сот кімге сенетінін енді көреміз. Беріктің жүзі сұрланып кетті. Ол телефонды жұлып алмақ болды, бірақ Баян оны жылдам тартып алды. Енді тыңда, деді Баян нық дауыспен. Қазір сен Назеркені аласың да бұл жерден кетесің. Үйдің маңына жоламайсың. Егер тағы бір рет мені мазаласаң немесе анамды маған айдап салсаң, бұл видео мен папкадағы құжаттар тікелей прокуратураға кетеді. Берік тістеніп, Назеркеге қарады. Жүр. Кетеміз бұл жерден. Деп ақырды ол. Олар кеткеннен кейін Баян аурухананың терезесіне жақындады. Сыртта жаңбыр жауып тұр екен. Ол өзінің ішіндегі кішкентай тіршіліктің қимылдағанын алғаш рет анық сезді. Бұл қорқыныш емес, бұл үміт еді. Осы кезде оның жанына бір медбике келіп: қарындасым, сізге бір әйел мынаны беріп кетті деп кішкентай хат ұсынды. Хатта бір-ақ сөз жазылыпты. Жеңіс жақын. Ертең сағат 10:00-де нотариуске кел. Баян хатты қысып ұстап, анасы жатқан палатаның есігіне қарады. Ертең оның өміріндегі ең маңызды күн болмақ. Ол өзінің де, анасының да, әлі туылмаған баласының да бақыты үшін соңғы қадамды жасауы керек еді. Бірақ ол Беріктің бұдан да сорақы қадамға, Баянның ең жақын адамы Айнұрға зиян тигізуге баратынын әлі білмейтін. Баян аурухананың дәлізінде таң атырды. Анасының жағдайы тұрақталғанымен оның жанында қалуға рұқсат берілмеді. Сағат таңғы 8-ге таяғанда Баянның ішкі түйсігі бір жамандықты сезгендей мазасыздана бастады. Ол Айнұрға бірнеше рет қоңырау шалды, бірақ құрбысының телефоны сөндірулі еді. Мүмкін ұйықтап жатқан болар деп өзін жұбатқысы келгенімен, Беріктің кешегі ызалы жанары мен видеоны көргендегі сұрланған жүзі Баянға тыныштық бермеді. Ол таксилетіп Айнұрдың үйіне тартты. Айнұрдың үйіне жеткенде Баянның зәресі ұшты. Пәтердің есігі айқара ашық жатыр екен. Іштен суық жел есіп, үйдің астан кестені шыққан. Баян жүрегі аузына тығылып, ішке кірді. Айнұр. Айнұр, қайдасың? Баянның дауысы дірілдеп шықты. Қонақ бөлмеге кіргенде ол жерге құлап жатқан құрбысын көрді. Айнұрдың басынан қан аққан, бет-аузы көгерген. Ол ес-түссіз жатыр еді. Баян дереу жедел жәрдеммен полиция шақырды. Құрбысын құшақтап еңіреп жылап отырып, ол Айнұрдың қолында бірдеңені қатты қысып тұрғанын байқады. Бұл Беріктің жейдесінің үзіліп қалған түймесі мен Беріктің мойнына тағып жүретін күміс алқасының үзіндісі еді. Айнұр соңғы сәтке дейін алысқан, ол Беріктің кім екенін дәлелдейтін айғақты осында сақтап қалыпты. Оңбаған. Хайуан. Баянның бойындағы қорқыныш енді шексіз жек көруге айналды.
Айнұрды ауруханаға алып кеткенде, полиция тергеушісі Баяннан жауап ала бастады. Баян оған жертөледегі видеоны, Беріктің қоқан-лоққыларын және Айнұрдың қолындағы айғақтарды көрсетті. Бұл Берік Сұлтановтың ісі. Ол менің күйеуім. Ол видеоны жою үшін келген деді Баян нық дауыспен. Тергеуші Берікке іздеу жариялады. Ал Баян болса, Мариямның хатында айтылған нотариусқа баруға бел буды. Сағат 10:00-ге санаулы минуттар қалған еді. Ол құрбысы үшін де, өзі үшін де бұл істі соңына дейін жеткізуі керек. Нотариус кеңсесінде оны Мариям күтіп тұр екен. Бұл жолы ол өте қарапайым, бірақ ақсүйектерше киінген. Оның жанында егде тартқан, салмақты бір адам отырды. Бұл Қасым аға, деді Мариям. Ол сенің әжеңнің адвокаты болған. Қасым аға алдына бірнеше құжатты жайып салды. Баян, тыңда. Беріктің әкесі кезінде сенің әжеңнің атына үлкен бір жер телімін жаздырып кеткен. Бірақ ол құжаттар құпия статусында болды. Егер Берік пен сенің некең бұзылса, немесе Берік саған қарсы қылмыс жасаса, бұл мүлік толығымен саған және сенің балаңа өтеді. Және ең бастысы, Беріктің қазіргі бизнесі орналасқан ғимаратта сенің әжеңнің ақшасына алынған кепілдікте тұр. Бір ғана қол қойсаң, Берік бүгін ақ банкрот болады. Баян қаламды алды. Оның көз алдына Айнұрдың қанға бөккен жүзі, Назеркенің сатқындығы, анасының көз жасы келді. Ол менің құрбыма қол көтерді. Ол менің баламды өлтірмек болды, деді Баян. Мен қол қоямын. Құжатқа қол қойылған сәтте Мариямның телефонына хабарлама келді. Берік ұсталды, деді ол сабырлы ғана. Ол қаладан қашпақ болған жерінде қолға түсті. Оның көлігінен есірткі заттары мен Айнұрдың пәтерінен ұрланған заттар табылған. Ол енді ұзақ уақытқа темір тордың артына кетеді. Баян терең тыныс алды. Жеңіс. Бірақ бұл жеңістің дәмі тым ащы еді. Ал Назерке ше? Деп сұрады Баян. Назерке. Мариям терезеге қарады. Ол Беріктің ұсталғанын естігенде, барлық кінәні Берікке жауып, мені қорқытты, мені пайдаланды деп жылап отыр екен. Бірақ оның жасаған сатқындығын заң кешіргенімен өмір кешірмей. Ол қазір ешкімге керексіз, ақшасыз қалды. Анаң екеуі жалдамалы пәтер іздеп жүр. Баян нотариустен шығып, ауруханаға Айнұрдың жанына асықты. Дәрігерлер Айнұрдың өміріне қауіп төніп тұрмағанын, бірақ емделуіне уақыт керектігін айтты. Аурухананың ауласында Баян тағы да Мариямды көрді. Мариям бұл жолы кәдімгі ескі киімдегі қайыршы әйел бейнесінде орындықта отыр екен. Бәрі бітті ме? Деп сұрады Баян оның қасына келіп. Мариям жылы жымиды. Сенің сынағың бітті, Баян. Енді сенің жаңа өмірің басталады. Пәтеріңді сатпа, ол сенің қамалың. Балаңды еркін өсір. Ал мені енді көрмейсің. Сіз кімсіз өзі? Баян оның қолынан ұстағысы келді. Мен сенің ар-ұжданыңмын. Мен әжеңнің дұғасымын. Мен әділдікпін, деді әйел де орнынан тұрып, адамдардың арасына сіңіп кетті. Баян аурухананың жоғарғы қабатына қарады. Онда оның адал құрбысы жатыр. Арғы жағында туған анасы. Ал оның құрсағында жаңа өмір. Ол енді ешқашан ешкімге өзін басындырмайтынына серт берді. Осы кезде оның телефонына белгісіз нөмірден хабарлама келді. Бұл Назерке еді. Тәте, кешірші. Бізді үйге кіргізші. Барар жеріміз жоқ. Баян хабарламаны оқып, біраз тұрды да. Оны өшіріп тастады. Кейбір есіктерді мәңгілікке жауып тастау керек екенін ол енді түсінді. Назеркенің хабарламасы Баянның жүрегін бұрынғыдай сыздатқан жоқ. Қайта бойында бір суық байсалдылық орнады. Ол аурухананың дәлізінде тұрып, терезеден сыртқа қарады. Көктемгі жаңбыр қаланың шаңын жуып жатты. Дәл осы жаңбыр сияқты, Баян да өз өмірін өткеннің кірінен тазартуға бел буды. Ол Назеркеге жауап бермеді, бірақ анасы жатқан палатаға беттеді. Зере апайдың көзі сіңкі, жүзінде қажығандық байқалады. Баянды көргенде, ол басын бұрып әкетті. Мама, деді Баян ақырын ғана. Мен сізге ренжулі емеспін.
Бірақ Назерке мен Беріктің жоспарын өз құлағыммен естігенімді, олардың маған жасаған қастандығын ұмыта алмаймын. Берік қазір полицияда. Ол тек алаяқ емес, ол қылмыскер болып шықты. Айнұрды өлімші етіп сабап кеткенде сол. Зере апай селк ете қалды. Оның еріндері дірілдеп. Қалай? Берік пе? Деп сыбырлады. Назерке ол туралы ештеңе айтқан жоқ. Ол тек Берік екеумізді Баян далаға қуып жіберді, енді қайда барамыз деп қана жылады. Әрине, ол солай дейді. Өйткені ол жауапкершіліктен қашуға үйренген. Мама, мен сізді далаға тастамаймын. Сіз менің анамсыз. Бірақ Назерке бұл үйге енді ешқашан кірмейді. Мен оған пәтер жалдап беремін, баласына керек жарағын алып беремін. Бірақ менімен бір шаңырақ астында тұру құқығынан ол айырылды. Сатқындық кешірілсе де, сенім қайта оралмайды. Зере апай үнсіз жылап жіберді. Ол өзінің кіші қызын тым еркелетіп, үлкен қызының иығына тым ауыр жүк артқанын енді түсінгендей еді. Баян ауруханадан шығып, адвокат Мұрат ағаға жолықты. Баян Берік бәрін мойындамай отыр. Бірақ бізде Айнұрдың видеосы мен ол жерден табылған айғақтар бар. Оған қоса, сен қол қойған құжаттар оның бизнесін толықтай бұғаттады. Оның есепшоттарындағы ақша сенің әжеңнің аманаты бойынша қайтарылып жатыр. Қысқасы, ол енді ешкім емес. Ол ұзақ жылға сотталуы мүмкін. Оған лайықты жазасын беріңіздер, деді Баян. Кешкісін Баян үйіне оралды. Үй іші тым-тырыс. Ол Беріктің қалған құтқан заттарын, ескі суреттерін бір қорапқа жинап, қоқысқа шығарып тастады. Тек әжесінің ескі сандығы мен Мәриям берген күміс жүзік қана қалды. Дәл сол сәтте есік қағылды. Баян селт етті. Есікшеден, глазок, қараса, сыртта Назерке тұр. Үсті басы жұпыны, қолында жылап жатқан сәбиі бар. Баян есікті ашпады, тек ішкі жақтан дауыстады. Назерке, кет. Мен саған хабарластым, саған қаланың шетінен кішкентай пәтер жалдап қойдым. Оның ақысы төленген. Азық-түлік пен баланың киімдерін сол жерге алдырттым. Бұл менің саған жасаған соңғы жақсылығым. Бұдан бұлай маған хабарласпа, есігімді қақпа. Сен мен үшін сіңлі болудан қалдың. Тәте. Кешірші. Мені Берік мәжбүрледі. Ол мені ұратын. Назеркенің дауысы есік сыртынан ашы шықты. Өтірік айтпа, Назерке. Планшеттегі хаттарыңда сен оны қалай сүйетініңді, мені қалай жек көретініңді жазғансың. Сені Берік емес, сенің өз нәпсің мен қызғанышың мәжбүрледі. Бар енді. Балаңа қара. Оны мен сияқты қатыгез қылмай адам етіп өсір. Назеркенің жылаған дауысы бірте-бірте алыстап, лифттің жабылған дыбысы естілді. Баян терең тыныс алды. Оның иығынан үлкен бір тау түскендей болды. Ол терезеге жақындап, ішіндегі сәбиіне қолын қойды. Біз жеңдік, балам. Енді бізді ешкім ренжіте алмайды. Бірақ Баян әлі де бір нәрсені білмейтін. Берік түрмеде отырса да, оның сырттағы достары мен Назеркенің кегі әлі де қауіп төндіруі мүмкін еді. Сонымен қатар, Мариямның жұмбақ бейнесі тағы бір рет көрінетіндей сезілді. Баянның өмірінде бір қарағанда тыныштық орнағандай еді. Берік тергеу изоляторында, Назерке қаланың шетіне көшіп кеткен, ал анасы Зере апай ауруханадан шығып, Баянның қасында оңала бастады. Алайда бұл тыныштық дауыл алдындағы үнсіздікке көбірек ұқсайтын. Бір күні Баян заңгер Мұрат ағаның кеңсесінен шығып келе жатқанда, көше бойында тағы да сол таныс сезім пайда болды. Біреу оған қадалып қарап тұрғандай. Ол жан-жағына жалтақтап қарап еді, ешкімді көрмеді. Бірақ дәл сол сәтте жанына қымбат, қара түсті Мерседес көлігі келіп тоқтады. Көліктің артқы есігі ашылып, ішінен сымбатты, іскер ханым бейнесіндегі Мариям шықты. Бұл жолы оның жүзінде бұрынғыдай жұмбақ жымиыс жоқ, керісінше қатты мазасыздық байқалды. Көлікке отыр, Верочка. Тез. Деді ол бұйрықты раймен. Баян еш ойланбастан көлікке отырды. Көлік орнынан жолына қозғалып, қаланың абыр-сабыр көшелерімен жүйткей жөнелді. Не болды, Мариям? Берікке қатысты бірдеңе ме? Баянның жүрегі жиілей соқты. Берік ол тек көрінетін жау ғана, деді Мариям алдына қарап.
Оның артында әлдеқайда қауіпті адамдар тұр. Сен Беріктің бизнесін бұғаттап, әжеңнің ақшасын қайтарып алғанда біреулердің үлкен жемсауына түсетін табысын кесіп тастадың. Берік тек қана орындаушы болған. Ол сол адамдардан үлкен көлемде қарыз алған және ол қарызды сенің пәтерің мен жер теліміңді сатып өтемек болған. Баянның денесі мұздап кетті. Олар кімдер? Олар маған не істемек? Олар Назеркені пайдаланбақшы. Мариям Баянға бұрылып тесіле қарады. Назерке қазір өте әлсіз, әрі ақшасыз отыр. Сол адамдар оған барып, егер Баянға қарсы куәлік берсең, Берікті босатып аламыз, және саған үлкен ақша береміз деп үгіттеп жатыр. Назерке Беріктің қылмыскер екенін білсе де, оның бостандыққа шыққанын және өзінің байлыққа кенелгенін қалайды. Ол сатқындықтың екінші кезеңіне дайындалып жатыр. Баян сенер-сенбесін білмей қалды. Өз бауырым ба? Тағы да ма? Верочка, адамның нәпсі шексіз. Әсіресе қызғанышпен кек араласқанда. Олар сотта сенің жүйкеңнің сыр бергенін, Берікті жала жауып қаматқаныңды айтып, арыз жазбақ. Ең сорақысы, олар сенің құрсағыңдағы сәбиді Беріктік емес деп дәлелдеп, сені моральдық тұрғыдан құртқысы келеді. Мариям көлікті шетке тоқтатып, Баянның қолына кішкентай диктофон ұстатты. Мұнда Беріктің сол топпен сөйлескен құпия аудио жазбалары бар. Оны тек сотта ғана көрсетуің керек. Және есіңде болсын. Назерке бүгін кешке саған бала ауырып қалды деп хабарласады. Оған барушы болма. Бұл тұзақ. Сені сол жерде ұстап алып, құжаттарға күштеп қол қойдырмақшы. Баян диктофонды қысып ұстап, Мариямға қарады. Сіз кімсіз өзі? Неге маған соншалықты көмектесесіз? Сіздің бұдан не пайдаңыз бар? Мариям терең күрсініп, терезеге қарады. Мен де кезінде сен сияқты аңғал болғанмын, Баян. Мен де өз бауырым мен жақын адамыма сеніп, бәрінен айырылғанмын. Сол кезде маған ешкім көмекке келмеді. Менің балам шетінеп кетті. Сондықтан мен сенің тағдырыңның менікіне ұқсағанын қаламаймын. Мен сенің жібермей қалған мүмкіндігіңмін. Осы сөзді айтты да, Мариям көліктен түсіп қалуды сұрады. Баян көшеде жалғыз қалды. Көп ұзамай, шынымен де телефонына Назеркеден хабарлама келді. Тәте, көмектесші. Баламның қызуы көтеріліп, дем ала алмай жатыр. Жедел жәрдем кешігіп жатыр, өтінемін, келші. Баянның жүрегі аузына тығылды. Бір жағынан күнәсіз нәрестенің өмірі, екінші жағынан Мариямның ескертуі. Бұл оның батылдығы мен ақылы сыналатын ең қиын сәт еді. Баян терең дем алып телефонын өшіріп тастады да, такси ұстап. Назеркенің үйіне емес, адвокат Мұрат ағаның үйіне тартты. Ол өзінің емес, сәбиінің болашағын сақтауды таңдады. Бірақ ол Назеркенің үйінде оны кімдер күтіп тұрғанын білсе, төбе шашы тік тұрар еді. Баян Мұрат ағаның үйіне жеткенде, оның бүкіл денесі дірілдеп тұрған еді. Түнгі сағат 11-ден асқан. Адвокат Баянды үйіне кіргізіп, су беріп, сабырға шақырды. Баян оған Мариямның ескертуінде Назеркенің соңғы хабарламасында айтып берді. Дұрыс дедің, Баян. Егер барғаныңда сені сол жерде күштеп ұстап, барлық мүліктен бас тарту туралы қағазға қол қойдырар еді, деді Мұрат аға қабағын түйіп. Мен қазір жедел уәкілдерге хабарласамын. Назеркенің үйін тексеру керек. Олар полиция жасағымен бірге Назерке тұрып жатқан қала шетіндегі ескі пәтерге келді. Үйдің іші қараңғы, тек бір бөлмеде ғана әлсіз жарық байқалады. Полиция есікті қаққанда іштен дүрбелең естілді. Есікті бұзып кіргенде Баян сұмдық көріністің куәсі болды. Назерке бұрышта сәбиін құшақтап жылап отыр, ал бөлменің ортасында екі еңгезердей еркек және Беріктің жақын досы Самат тұр. Үстел үстінде Баянның атына дайындалған мүліктен бас тарту туралы құжаттар шашылып жатыр. Бұл не масқара? Баян Назеркеге қарай ұмтылды. Балаң ауырып жатыр дегенің қайда? Сен мені өлімге қидың ба, Назерке? Назерке басын көтерместен еңіреп жылай берді. Маған басқа амал қалдырмады. Олар Беріктің қарызын сен төлемесең, баламды тартып аламыз деді. Деп ақталды ол. Самат пен оның сыбайластары дереу ұсталды. Олар Беріктің түрмеден берген тапсырмасын орындамақ болған екен. Берік тіпті темір тордың артында отырып та, Баянды жайына қалдырғысы келмеген.
Осы оқиғадан кейін Баян түпкілікті шешім қабылдады. Ол Мұрат ағаға қарап: осы үйдің құлпын ғана емес, тағдырымның құлпын да ауыстыратын кез келді. Мен бұл қаладан кетемін. Менің балам мұндай сатқындық пен қылмыстың арасында өспеуі керек деді. Баян Алматыдағы пәтерін сатпай, оны сенімді басқаруға берді. Ал өзі анасы Зере апайды алып, алыстағы тыныш бір қалаға көшуге дайындалды. Ол Назеркемен соңғы рет полиция бөлімшесінде кездесті. Сен менің сіңлім емесің деді Баян суық дауыспен. Сенің жасаған ісің үшін мен емес, заң жауап береді. Балаңды анам екеуіміз балалар үйіне өткізуге жол бермейміз, бірақ оны сенің тәрбиеңде қалдыру-қалдырмауды сот шешеді. Егер аналық міндетіңді атқара алмасаң, баланы өзім асырап аламын. Назерке үнсіз қалды. Оның көзінде енді кек емес, тек бостық пен өкініш бар еді. Бірақ кеш еді. Баян заттарын жинап вокзалға жол тартты. Пойызға отырар алдында ол перронда тұрған Мариямды тағы көрді. Мариям бұл жолы қарапайым жолаушы сияқты киінген. Ол Баянға жақындап, қолына кішкентай бір түйіншекті ұстатты. Бұл не? Деп сұрады Баян. Бұл сенің әжеңнің саған айтпай кеткен ең соңғы құпиясы. Оны баратын жеріне жеткенде аш. Жолың болсын, Верочка. Сен нағыз сынақтан өттің деді Мариям да толы адамның арасына сіңіп кетті. Пойыз қозғалғанда Баян терезеге қарап, өткен өмірімен қоштасты. Ол түйіншекті ашып қалғанда, ішінен ескі бір сурет пен алтын алқа шықты. Суретте жас кезіндегі әжесі Мариям мен оған айнымай ұқсайтын тағы бір әйел, Мариям тұр екен. Сөйтсе, Мариям әжесінің ерте қайтыс болған егіз сыңарының немересі, Баянның ешкім білмейтін туысы болып шықты. Ол осы уақыт бойы Баянды сырттай қорғап келген екен. Баян терең тыныс алып, алдағы беймәлім, бірақ еркін болашағына қарай қадам басты. Оның құрсағындағы сәбиі де соңғы рет бүлкіл қағып, анасына қолдау көрсеткендей болды.